Барлығыңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай үй жағдайында гуйру лағман жасап көрсететін боламын. Лағманның қамырын қолдан илеп, созып көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен біз лағманымыздың қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге жоғарғы сорттағы ұн қажет, жылы су қажет және де тұз қажет. Ең алдымен қамырды илеу үшін тұзымызды осылай суға салып, қасықпен ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін суымызды ұнымызға құйып отырып, осылай жұмсақтау қылып қамыр илейміз. Қамырымыз қатты жұмсақ болып кетпеуі керек. Сәл жұмсақтау қылып илесек жеткілікті. Қамырымызды илеп, осылай біріктіріп алғаннан кейін, қолымызбен үзіп осылай илеуіміз қажет. Сонда біз лағманымызды созған кезде, лағманымыз үзілмей созылатын болады. Осылай үзіп аламыз да, одан кейін қайтадан біріктіреміз. Осылай 2-3 қайтара істеген дұрыс. Лағманның қамыры тура осылай иленеді. 2-3 қайтара осылай үзіп аламыз да, барлығын қайтадан біріктіреміз. Лағманды үйдегі адам санына байланысты дайындасаңыздар болады. Мен 7-8 адамға жететіндей етіп дайындаймын. Қамырымызды енді 10 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. 10 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды қайтадан осылай алып, үзіп аламыз да, барлығын қайтадан біріктіреміз. Қамырымыз біздің дайын болды. Енді бетін жауып 30 минут тындырамыз. Біздің қамырымыз тынғанша біз етімізді турап газға қойып қоямыз. Етімізді жіңішке қылып, жұп-жұқа қылып, жапырақ қылып тураймыз. Поварлар негізі лағманның етін маринадтап алады алдын ала, бірақ мен маринадтамаймын, суға салып 1 сағат суда пісіріп аламын. Осылай етіміздің барлығын турап аламыз да, үстіне суық су құйып, сәл тұз салып 1 сағат газда пісіріп аламыз. Етіміз пісқанша біз көкөністерімізді жуып, турап, дайындап қоямыз. Көкөністеріміздің барлығын біз 4 бұрышты қылып тураймыз. Тәтті бұрышымыздың барлығын осылай турап алдық. Енді кезекте капустамызды тура осылай 4 бұрышты қылып тураймыз. Капустамызды да турап алдық. Енді пиязымызды да тура осылай 4 бұрышты қылып тураймыз. Ендігі кезекте чесногымызбен жартылай ащы бұрышымызды ұсақтап турап аламыз. Енді кезекте мен жасыл сарымсақпен сәл жусай қосатын боламын. Сарымсағымызбен жусайымызды жуып аламыз да, оны да осылай ұсақтап тураймыз. Көкөністеріміздің барлығын турап дайындап қойдық. Енді біз қамырымызға кірісеміз. Қамырымызды осылай қолымызбен басып аламыз да, ұзыншақ қылып бірнеше бөлікке бөлеміз. Енді қолымызды бір майлап аламыз да, қамырымыздың барлығын осылай қолымызбен созамыз.
Осылай бір созып қоямыз да, созылған қамырларымыздың барлығын майлап қоямыз. Қамырларды қолмен майласаңыздар да болады, немесе арнайы щеткамен майласаңыздар да болады. Енді қамырларымызды екінші қайтара жіңішке қылып созамыз. Тура осы видеодағыдай екі қолымызбен созып жіңішкертіп аламыз. Ендігі кезекте табаққа немесе осындай арнайы ыдыстарға шын майлап алып, осы созған қамырларымызды осылай айландырып діземіз. Келесі қамырларымызды да тура жаңағыдай екі қолымызбен осылай созып аламыз да, одан кейін жаңағы ыдысымызға діземіз. Барлық қамырларымызды да тура осылай созып шығамыз. Енді кезекте осы қамырымыздың бетін қолымызбен немесе щеткамен осылай бір майлап аламыз да, келесі қамырларымызды осының үстіне діземіз. Мінекей біздің қамырларымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды төңкеріп бетін жауып қоямыз. Біздің қамырларымыз тыңғанша газға қамырды пісіретін суымызды қоямыз да, бір қасық тұз салып, осылай бетін жауып қоямыз. Суымыз қайнағанша біз қамырымызды соза берсек болады. Жіңішке қылып қамырды осылай ақырын созамыз. Осы видеоға қарап, тура видеодағыдай созсаңыздар болады. Барлық қамырларымызды тура осы видеодағыдай жіңішке қылып созып аламыз. Қамырларымызды осылай жіңішке қылып созып алғаннан кейін, мен суға 2-2-ден салып пісіретін боламын. Екі қамырдың ұшын осылай біріктіріп аламыз да, қолымызбен осылай айландырамыз. Одан кейін қамырымызды осылай столдың үстіне сәл ұрғылаймыз. Мінекей қамырымыз осылай болып шығады. Енді қайнап тұрған ыстық суға салып, осылай шанышқымен араластырамыз. Осылай араластырып аламыз да, қайнағанын күтеміз. Қамырымызды біз суда көп қайнатпаймыз, себебі езіліп кетуі мүмкін. Сол себептен осылай бір қайнатып аламыз да, бір араластырып, одан кейін сүзіп аламыз. Қамырды арнайы сүзгімен сүзіп алсаңыздар болады, бірақ маған осылай шанышқымен сүзіп алған ыңғайлы. Сол себептен мен осылай сүзіп аламын. Қамырларымыздың барлығын тура осылай суға пісіріп аламыз. Енді мен сіздерге қамырды тағы бір рет созып көрсетемін. Өздеріңіз байқағандай, қамырымыз біздің үзілмей жақсы созылды. Қамырымызды тура осылай жіңішке қылып соза берсеңіздер, үзілмей жақсы созылады. Екі жағын осылай біріктіріп аламыз да, екі қамырды бірге осылай қолымызбен орап аламыз. Қолымызға орап алғаннан кейін столға осылай сәл ұрғылаймыз. Осылай әдемі болып созылады. Бұл ақырғы қамырымызды да осылай суға салып, бір қайнатып пісіріп аламыз да, одан кейін осылай сүзіп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Өте әдемі болып, бір келкі болып шықты.
Ендігі кезекте біз подлифымызды, яғни лағманымыздың сәйін қуырып бастаймыз. Ол үшін біз газға осылай қазанымызды қоямыз, ішіне майымызды құямыз да, жаңағы туралған чесногымызды, жартылай ащы бұрышымызды және де 2 қасық томат салып, осылай қуырамыз. Осылай араластырып тұрып қуырамыз. Енді осының үстіне бағанағы суға пісіріп алған етімізді салып, барлығын жақсылап қуырамыз. Енді осының үстіне біз жаңағы туралған пиязымызды қосамыз да араластырамыз. Бір араластырып алдық. Енді осының үстіне жаңағы туралған капустамызды қосамыз. Енді әбден қуырылғанша жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне жаңағы туралған тәтті бұрыштарымызды қосамыз. Енді осының барлығын әбден қуырылғанша жақсылап осылай араластырып отырып қуырамыз. Енді қалауларыңызша дәмдеп үстіне тұз саламыз. Тұзымыздың барлығын тағы бір араластырып аламыз да, енді үстіне 1 ас қасық соя тұздығын қосамыз. Соя тұздығы лағманға өте бір жақсы дәм береді. Енді ең соңында жаңағы туралған жасыл сарымсағымыз бен жусайымызды қосып араластырамыз. Жасыл сарымсақты дайын болғаннан кейін лағманымыздың бетіне сепсеңіздер де болады, бірақ мен осылай сайға салып бір қуырып аламын. Енді 1 кесе су құямыз да бір қайнатып аламыз. Суымыз қайнады, сайымыз дайын болды. Лағманымыз дайын. Бізде осындай өте дәмді гуйру лағман шықты. Менің рецептім ұнап жатса, пікірлеріңізбен бөлісіп, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.